пайғамбарлардың ішінде қаншама жылдап ауырып орнынан тұра алмай жүрген пайғамбарлар да болған. Мысалы, Айюб алейхиссалам қаншама жыл ауырды, бірақ Алла субханала тағалаға серік қоспады. Алла субханала тағаладан үмітін үзбеді. Қияметтің күні әрбір адамды алып келгенде өзінің сылтауын айта бастайды. Сонда Алла субханала тағала олардың барлығына бұл жалғанда дәл соның сынағымен сыналған пайғамбарларды алып келіп мысал қылып көрсетеді екен. Кедейлер келіп өзінің бұл жалғанда Алла тағалаға налып жүрген кедейлерді көреміз. Қияметтің күні барып айтады екен, мен кедей болдым, кедейлігім соншалықты мен құлшылыққа уақыт таппадым деп. Бұл жалғанда егер онымен тілдесе қалсаң, ол Алла тағалаң әділ болса, неге бәріне бірдей бөліп бермейді деп жатады. Бұл жалғанда егер кедейлікпен сыналу бір азап болатын болса, өзінің сүйікті елшілерін Алла тағала кедей қылмас еді. Егер бұл жалғанда ауырып төсек тартып жату азап болатын болса, өзінің пайғамбарларын Алла тағала ауыртпас еді. Сол үшін бұлардың барлығы сынақ ағайын. Ал енді байлықтың өзі де бір сынақ. Тіпті байлықпен де Аллаға қарсы келіп, ақыретке сенбей, бұл жалғанның өзіне жәннат етіп алып жүргендер жоқ емес. Сол үшін де бұл басқа түскен сынақ, басымызға беріліп жатқан сынақ біздің иманымызды тексеру үшін беріледі екен. Мейлі өмірдегі бір қорқыныш жайт болсын, мейлі бір басымызға келген қиыншылық болсын, қуаныш болсын, бұның барлығы біздің басымызға берілген сынақ екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұъминнің ісі ғажап дейді. Оның басына бір қуаныш келсе, ол оған шүкіршілік етеді. Яғни Алласын ұмытпайды. Сол үшін оған сауап жазылады. Ал енді басына бір қайғы келсе, ол оған сабырлық етеді дейді. Ол тұста да Алланы ұмытпайды. Аллаға сабырлық етеді. Сол үшін де ол оған хайырлы болып жазылады, сауап болып жазылады дейді. Бұл іс тек қана мұъминге ғана берілетіндігі жөнінде айтады. Мұъминнен басқа ешкімге бұл іс берілмейді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол үшін де басымызға келген сынақта өте бекем болайық.